Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге мясо по-тайскийдің рецептімен бөлісемін. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен етімізді дайындап аламыз. Осындай еттің майсыз, қара ет болғаны жақсы. Менде сиырдың еті. Енді осы еттердің барлығын ұзыншалап видеода көрсетілгендей қылып, жақсылап турап шығамыз. Жақсылап барлығын турап болған соң, үстіне соя соусын құямыз, және де 3 ас қасық сұйық майды құятын боламыз. Мен барлығын қажетті мөлшерде описание қалдыратын боламын. Және де барлығын жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Негізі 20 минуттан бастап жарты күнге дейін қоюларыңызға болады. Бізге енді осындай көкөністер қажет болады: 1 пияз, және де 1 сәбіз, 1 қияр, және де тәтті бұрыштар қажет болады. Егер сізге тәтті бұрыш ұнайтын болса, көбірек қоссаңыз болады. Мен осындай 3 түрлі түсінен алып қостым. Барлығын видеода көрсетілгендей қылып турап аласыздар. Яғни қиярды ұзынша етіп, пиязды жарты дөңгелекше етіп турап аласыздар. Сәбізді тураған кезде, яғни сәбізіңіз жіңішке болмасын, қалың болу қажет. Енді етімізді қуырамыз. Ол үшін газдың астын ең қаттыға қойып қоясыздар. Яғни қатты от және құрғақ табаға пісіресіздер. Осылай қақпағын жаппай, лопаткамен араластыра отырып пісіресіздер. Қуыратын боламыз. Етіміз осылай қуырылған кезде, яғни суы тартылып, әдемі түске енген кезде үстіне жарты сақина қылып туралған пиязымызды салып, шамамен 5 минуттай қуырамыз. Мінекей біз пиязымызды салдық, менде ол жері түспей қалыпты. Сондықтан міне мына жерде көріп тұрсаңыздар, біздің пиязымыздың шырыны, соғы бөлінеді. Осы кезде сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз шамамен 15 минуттай қуырылады. Егер сізде суы аз болып жатса, кішкене қайнаған су құйсаңыздар болады, кішкене ғана. Сонан соң осындай тәтті бұрышымызды салып, тағы да 5 минут қуырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, соңында туралған осындай қиярымызды салып 5 минут қана қуырамыз. Енді біз күрішімізді дайындаймыз. Сол үшін табамызға сұйық майды құйып қыздырамыз. Майымыз жақсылап қызған соң, үстіне жақсылап тазаланып жуылған күрішімізді салып, араластырып отырып 5 минуттай қуыратын боламыз. Міндетті түрде араластырасыздар, асты жабысып қалмауы қажет. Шамамен 5 минуттан кейін үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Суды құйғанда қатты көп құймайсыздар, кішкене ғана 1 сантиметр ғана бетінен асып тұрса болғаны. Үстіне дәміне қарай кішкене тұз саласыздар да астын жай отқа қойып 20 минутқа пісіреміз. Мінекей біздікі пісті. Байқап тұрсаңыздар, бір-біріне жабыспай әдемі болып шығады. Енді оны кесеге салып, тарелканың ортасына қоятын боламыз. Тағамның жасалу жолы әртүрлі. Мен сіздерге ең қарапайым ұсындым. Мені видеомның соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіз.